Сонымен не болып жатыр десеңіз, дәл қазір турнирлік кесте осындай. Дания кеше Словенияны ұтқанның арқасында көш бастап, Евро 24-тің финалдық кезеңіне жолдама алды. Еске сала кетейін, Евро 24 жылы Германия елінде өтеді. Және де соған шығуға біздің де Қазақстан құрамасының да тарихта бірінші рет мүмкіндігі бар. Соберитесь, мужики! Чуть-чуть осталось! Қазір көбісі матч века дейді, ғасыр матчы деп айтып отыр да. Жоқ, үйтіп айтпай қойшы, Құдай сақтасын, ғасырымыз әлі былай айтқанда алда. Футболымыз дамып жатыр. Бұндай биік деңгейде футбол көрсетуді тоқтатпаймыз деп ойлаймын. Жыл сайын дамып, әлем чемпионатына да жолдама аламыз деген үміттемін. Сондықтан матч века деп айтпай қой, бұны біз жыл матчы немесе тарихи матч деп айтайықшы. Енді бір вариант бар, ол келесі матчты, келесі ойынды Словенияның жерінде Словенияны ұту. Ол өте қиынға соғады. Өткен словениялықтар тарихында бірінші рет Евро 24-ке жолдама алғысы келіп жатыр. Қазақстан да бірінші рет. Ой, үшін шыны керек, ойбай шайқас болайын деп тұр ғой, негізінен. Бірақ мына үш нәрсе болса, біздің жігіттерде, мен ойымша Аргентинаны да ұтамыз. Достар, келісесіздер ме? Комментария жазып кетіңіздер. Жанкүйер болайық, спортымыз, футболымыз дами берсін, көк туымыз желбіреп, тек биіктен көріне берсін.